Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қыс мезгіліне арнап қызанақ жабатын боламыз. Бұл рецепт менің жылда қолданатын рецепттерімнің бірі. Банкіңіз ешқандай атылмайды және де өте дәмді болып шығатын ең оңай рецепттердің бірі. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен банкілерімізді осылай манты қазанда булап аламыз. Кастрөліне қақпақтарын салып қайнатып жатырмын. Бізге қажетті заттар қызанақ, болгар бұрышы, укроп, чеснок және де қара бұрыш, лавр жапырақтары қажет болады. Мен қызанақ пен болгар бұрышын алдын ала жуып, тазалап қойдым. Енді жаңағы булап дайындап қойған банкілерімізге барлық көкөністерімізді салып шығамыз. Ең алдымен чесногымызды саламыз. 2 литрлік банкіге 4-5 данадан салсаңыздар болады. Чесноктан соң укробымызды саламыз. Осылай барлық банкімізге бірін-кетін жайғастырып салып шығамыз. Келесі кезекте болгар бұрышымызды саламыз. Болгар бұрышының біреуін 3 бөлікке бөліп, бір банкіге осылай салып шықсаңыздар болады. Енді мен көз мөлшерімен қара бұрыш саламын. Өзіңіз дәміне қарай салсаңыздар болады. Келесі кезекте қызанағымызды саламыз. Барлық банкіге осылай қызанақтарымызды жайғастырып салып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай 4 банкімізге де қызанақтарымызды жақсылап салып болдық. Қатты қызанақтан таңдап алған дұрыс. Келесі кезекте лавр жапырақтарын, яғни лавровый лист саламыз. 2 литрлік банкіге мен, егер көлемі кішкентайлау болса 3 данасын, ал үлкендеу болса 2 данасын салсаңыздар жеткілікті. Енді осы қызанағымыздың үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Барлығына құйып болғаннан соң қақпақтарын жауып 15 минутқа қалдырамыз. Арада 15 минут өткеннен соң осы суымызды арнайы қақпақтың көмегімен сүзіп аламыз. Сүзіп алған суды төкпейміз, тағы да газге қойып, жақсылап сақырлатып, қайнатып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлық суымызды сүзіп құйып алдық. Енді газге қойып, жақсылап қайнатып аламыз. Біздің суымыз қайнағанға дейін банкілерімізге тұзымызды, шекерімізді саламыз. 2 литрлік банкіге ас қасықты толтырып, 1 қасықтан тұз салып шығамын. Егер 3 литрлікке жабатын болсаңыздар, 1,5 не болмаса 2 ас қасық салсаңыздар болады. Келесі кезекте ас қасықты толтырып 2 қасық шекер саламын. Және де мына жерде 1 банкіге 2 дана аспирин саламын, ал қалған 3 банкіге қазір уксус қосатын боламын. Мына жерде 70% уксус, шай қасықты қатты толтырмай құйып шығамын. Егер аспирин болса, аспирин қолдансаңыздар да болады. Енді жаңағы қайнаған суымызды тағы да үстіне құйып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығына құйып болдық. Енді қақпақтарын жауып, арнайы құрылғымен қақпақтарын жауып шығамыз. Достар, бұл менің жылда қолданатын ең сенімді рецепттерімнің бірі. Міндетті түрде осы рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де осы видео сіздерге ұнаған болса, және де пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, осы видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің қызанақтарымыз дайын болды. Енді құрамындағы шекер және де тұз жақсы араласуы үшін осылай төңкеріп, араластырып жіберуді ұмытпаңыздар. Содан соң жылы жерге төңкеріп, үстін қалың одеялмен не болмаса полотенцемен жауып, 1 күнге қалдырамыз. Содан соң салқын жерде қысқа дейін ұстасаңыздар болады. Осымен біздің қызанағымыз дайын. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.